11-ші есеп қатынас тақырыбына арналған есеп. Бұл есептің тестте шығару оңай әдісін қолданып жауап табуға болады. Мысалы, дүкенге әкелінген жемістердің ішінде алма, бірінші сөз алма дейді. Алма массының алмұрт массына қатынасы 3/2 тең. Демек, алманың саны 3, алмұрттың саны 2. Яғни, алманың саны 3 болғандықтан, егер жауапта алманың массасын табыңыз десе, онда ол сан 3-ке бөліну керек. Мыналардың қайсысы 3-ке бөлінсе, сол жауап болады. Егер ол бір ғана сан болса, бірден оны белгілей беруге болады. Мысалы, 3-ке бөлінішті қасиет бойынша барлық цифрлардың қосындысы 3-ке бөлінетін сан ғана 3-ке бөлінеді. Не деген сөз ол? Яғни, мына 140 деген жауап тексергіңіз келсе, 1 қосу 4, 5 қосу 0, 5. Мынаның қосындысы, цифрлардың қосындысы 5, ол 3-ке бөлінбейді, демек бұл сан 3-ке бөлінбейді. 112 да дәл сол сияқты, 1 қосу 1, 2 қосу 2, 4. 4 3-ке бөлінбейді, демек 112 3-ке бөлінбейді. 8 қосу 2, 10 қосу 1, 11. 11 3-ке бөлінбейді, онда 182 де 3-ке бөлінбейді. Сонда мынау ғана қалып тұр ғой. 1 қосу 5, 6 қосу 9, 15. 15 3-ке бөлінеді, демек мына сан 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлінетін жалғыз бір ғана жауап бар, осы жауап болу керек. Бұл тестте шығару әдісі. Ал енді біз қатынас тақырыбына сай бұны қалай шығаратын едік? Бізде алма бар және алмұрт бар. Бірінші аталған жазайық. Алма және алмұрт. Алмұрт. Енді бізге айтатыр, алманың алмұртқа қатынасы 3/2. Демек, алманың саны 3 дейді, алмұрттың саны 2 дейді. Банан массының алмұрт массына қатынасы дейді. Банан бар тағда жемістерден. Бірінші аталды банан, сосын барып алмұрт. Демек, мына бірінші сан банандікі, бананның қасына 4 жазамыз. Алмұрттың қасына 5 жазамыз. Мына алмұрт 2 қатынаста 2 түрлі санмен кіріп тұр. Бірінші қатынасқа 2 бірлік болып, екінші қатынасқа 5 бірлік болып кіріп тұр. Осы аталған жемістердің жалпы массасы, барлығының үшеуінің жалпы массасы 429 дейді. Олай болса, біз не істейміз? Мынау күрделі қатынас, яғни бір атау, бір зат, 2 түрлі қатынаста 2 түрлі санмен беріліп тұр. Мына алмұрт бірінші қатынаста 2, екінші қатынаста 5 бөлік болып кіріп тұр. Олай болса, біз оны бір ортақ бөлімге әкелеміз. 2 мен 5-ке ең кіші ортақ еселігі ол 10. Мына бөлшектен 2-ден 10 шығу үшін біз астын 5-ке көбейтші бердік, дұрыс па? Онда бөлшектің бөлімін бір санға көбейтсек, дәл сол бөлшекке тең бөлшек шығу үшін алымын да көбейтілген санға көбейтеміз. Алымын да 5-ке көбейтеміз. Сол кезде 3-те 5-ке 15 шығады. Яғни 3/2, 15/10, екеуі бірдей бөлшектер. Мынаны қысқартып жіберсеңіз, бәрібір мынау шығады. Екіншісі, мына 5-тен 10 шығу үшін біз 2-ке көбейттік. Демек, 10 мен 1 осы бөлшекпен бірге тұрған санды, немесе мына бөлімді де 2-ке көбейтеміз. 4-те 2 көбейтсек 8 шығады. Міне мынау бір ғана қатынас. Мына 3 санға, мынандай 3 берілген затқа, мынандай 3 сан бар. Сондықтан осымен біз жұмыс істейміз. Осы түрге келгеннен кейін қатынастағы әр сандарға x-ті тіркейміз. Алмадан 15x, алмұрттан 10x және бананнан 8x. Енді осылардың жалпы массасы 429 дейді. Мынаның бәрін қосып жіберсеңіз 429 дейді. Енді барлығын қоссақ, 15-ке 10, 25, 25-ке 8 қоссақ, 33x тең болады 429. X тең болады 429-ды 33-ке бөлесіз. 42-ні 33-ке бірден береміз. 33, мынада 9 қалады, 99 33-ке 3. X-тің мәні 33. Алма деген сөз бізде 15x. Демек 15-ті, X-тің мәні 13. Кешіріңіз. Алма 15x дейді. Демек 15-ті 13-ке көбейтесіз. 15-ті 10-ға 150, 15-ті 3-ке 45, 150-ге 45 қосаңыз, шынымен де